Бағдарлама шарттарына келетін болсақ, ең бірінші шарты ол академикалық жетістігі кем дегенде қанша болу керек. Бакалавриатқа тапсыратын болсаңыз, сізде ең аз деген 70% болу керек орташа балыңыз, ал магистратура мен докторантура минимальный 75% болу керек. Енді мұны қалай есептеу керектігін алдағы уақытта сіздерге көрсететін боламын. Жалпы денсаулық мамандығына тапсыратын болсаңыздар, медицина, стоматология болмаса фармацевтика кем дегенде 90% болу керек. Енді жас критерийсіне келетін болсақ, бакалаврға тапсыру үшін 21 жасқа толмаған болу керексіз, магистратура 30 жасқа толмаған болу керексіз, ал докторантураға жалпы 35 жастан төмен болсаңыз тапсыра аласыз. Одан кейін зерттеу стипендиясы бар, оған тапсыру үшін 50 жастан төмен болу керексіз. Бағдарламаға тапсыра алады бүкіл әлем азаматтары тапсыра алады. Одан кейін түлектер немесе ағымдағы келесі жылы бітіретін студенттер тапсыра алады. Яғни сіз қазір 11-ші сынып оқып жатсаңыз, болмаса колледждің соңғы курсы болсаңыз, болмаса бакалавриаттағы 4-ші курс оқып жатсаңыз, сіз тапсыра аласыз. Одан бөлек оқуды бітіріп қойсаңыз да тапсыра аласыз. Одан кейін зерттеушілер мен ғалымдар тапсыра алады. Бұл бағдарламаға кімдер тапсыра алмайды? Біріншіден түрік азаматтары тапсыра алмайды, түрік азаматтығынан айырылған кісілер тапсыра алмайды. Одан кейін екіншісі ол қазіргі уақытта Түркияда оқып жатқандар, яғни Түркия университеттеріне тіркелген кісілер тапсыра алмайды. Өкінішке орай, яғни сіз уже Түркияда оқуға түскенсіз, и данный момент төмір оқып жатсаңыз да тапсыра алмайсыз. Ал тек қана төмерге келген студенттер тапсыра алады.